Қайырлы күн барлықтарыңызға. Сіздерге егофта, если номерлеріңіз тіркелмеген болса, номерді қалай тіркеу керектігін көрсетемін. Яғни бұл понедельниктен бастап субботаға дейін жұмыс жасайды. Яғни понедельник жұмыс күндері сағат 9-дан 7-ге дейін, және де суббота күні 3-ге дейін ғана жұмыс жасайды. Сол уақыт аралығында операторға хабарласып, өздеріңіз номерлеріңізді тіркеп алсаңыздар болады. Мен сіздерге қазір екі вариантын көрсетемін. Сол екі варианттың біреуімен тіркесеңіз болады. Менің алдыңғы видеоларым бар, бірақ ол кішкене ескіріп қалған сияқты, сондықтан осы жаңа видеоны түсіремін. Сол бойынша тіркеп алыңыздар. Бірінші варианты. Мынадай сіздерде егоф приложениесі болу керек. Оны көшірмей жасайтын жолы да бар, оны екінші вариантта көрсетем. Егоф приложениелеріңіз болса, осының үстін басасыздар. Сіздерде басты бет топ болады. Қазір сіздерге көрсетем. Егоф приложениесін ашамыз. Мына жерде профиль деген ең астыңғы жағында тұрады. Соны басқан кезде мына жерде виртуальный ассистент деп жазылып тұрады. Соның үстін басамыз. Мінекей азаматтарға, бизнеске жалпы сұрақтар осылай жазылып тұрады. Соның ең астыңғы жағында қоңырау деген суретпен или наушниктің суреті тұрады. Соның үстін басамыз. Мінекей бейне қоңырау. Осыны басқан кезде мына жерде разрешить деп басу керексіз. Аудио, видео дегендерді бастық. Мінекей сіз уже жауап беруге кезекте тұрсыз. Осылай кезекке тұрып, операторға қосылсаңыз болады. Міне осылай қосыласыз. Келесі видеоны көрсетейін. Менде жаңа автоматты түрде қосылып кетті операторға. Екінші варианты. Googleға кіресіз, мінекей. Googleға кіресіз. Googleға кіргеннен кейін поискке егоф KZ деп жазасыз. Мінекей жазылып тұр. Біріншісін таңдайсыз, егоф KZ-ті. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, лайк басып, пайдалы видеолар салатын болам. Мінекей егоф приложениесінің бірінші беті ашылды. Осыны бүйтіп үлкейтсеңіздер де болады. Ең астыңғы жағына барамыз. Ең астында. Мінекей ең астында тұр. Наушниктің суреті тұр. Осыны басамыз. Тоже жаңағыдай ұқсайды бірінші вариантқа. Звонки деген тұр, наушниктің суреті. Үстін басамыз. Видеозвонок. Иініңізді жазасыз. Иін жас болғаннан кейін астында согласен на обработку персональных данных дейді. Осыны басасыз. И сосын начать видеозвонок дейсіз. Сөйтіп сізді операторға қосады. Операторға звондаған кезде қолыңызда удостоверение болу керек. Сосын айтасыз, мен номерімді тіркетейін деп едім дейсіз. Сізге номеріңіз SMS келетіндей болу керек. Иініңізді айтасыз және удостоверениеңізді көрсетесіз. Сөйтіп сізге номеріңізді тіркеп береді. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, маған тіркеліп отырыңыздар. Сау болыңыздар.